Саламатсыздар ма, қымбатты достар? Сіздерге видеоны монтаждау туралы бір қосымша жайында айтқым келіп отыр. Қазіргі кезде өзіміздің камерамыз арқылы түсірілген видеоларды не қиып тастау, немесе оларды бір-біріне қосу қажеттілігі туындайды. Оған көмекке келетін программалар өте көп. Сондай программалардың бірі CapCut программасы. Осы программаны телефоныңызға алдыменен жүктеп аласыз. Менде ол программа жүктеулі тұр. Одан кейін не істейміз? Сіз осы программаны ашасыз. Сол кезде мынандай арнайы парақша түседі. Соның ішіндегі міне қосу белгісін саласыз. Содан кейін өзіңіздің телефоныңыздағы міне видеолардың қысқа үзінділерін телефонның галереясында көрсетіліп отырған бірнеше видеоның өзін қажеттілерін белгілеп аласыз. Мәселен, мен бірінші, екіншісін белгілеп алдым. Ары қарай жалғастыру үшін бұл екі видео бір-біріне жалғанады. Сіз ол видеоларды мына төменгі жағында көрсетіліп отырғандай әртүрлі сөздер жазуыңызға болады. Мәселен, қандай сөз жазғыңыз келеді? Мәселен, қыз қызығымен деп жазуыңыз мүмкін. Олардың шрифтісін қандай бояумен тұрғанын көрсеткіңіз келсе, мысалға қыз деп біз жаздық. Немесе оны мынандай сөзге, мынандай бояуға өзгерте аламыз. Өзгертіп болғаннан кейін ол жер жазылу түсті, сіз оны үлкейте аласыз. Қалаған жазуыңызды қоясыз. Оны қисайтып қоясыз ба, тікейтіп қоясыз ба, өзіңіз білесіз. Жақсы. Енді бұл видеоны сақтау үшін мына арада тұрған сақтау, телефонға жүктеу дейтін белгіні басасыз, стрелканы. Содан кейін барлығы дайын болған уақытта телефонның ең астыңғы жағында көрсетіліп тұрған экспорт дейтін сөзді басасыз. Міне ол сақталып жатыр. Жақсы, енді ары қарай өзіміздің галереямыздан оны қарайық. Қай жерге сақталғанын, қалай сақталғанын қарайық. Міне, ол бізде мына телефонның өз арнайы қосымшасында да сақталып тұр, және ол біздің галереямызда да сақталып тұр. Міне, енді қарайық, видеоны қосып қарайық. Мен тек сіздерге әзірге шағын осы үлгісін көрсеттім. Қысқаша осы, ал алдағы бір тәжірибелерімізде Pinterest'тен осы қысқа видеоларды қалай жүктеп алып жүрміз, соны айтатын боламыз. Біздің каналымызға жазылыңыз, ұнаса лүпіл басыңыз. Сау болыңыздар.